балалар? Балалар, бүгінгі біз зертханалық жұмысымызды бастамас бұрын ең алдымен танысып өтейік. Менің атым Ғазиза Мырза. Менің атым Жасар қызы Қазына. Менің атым Қадырғали Ramazan. Ал менің есімім Сүйінова Айдана Ырсалықызы болады. Балалар, қараңдаршы, біздің алдымызда қандай заттар тұр? Топырақ, су, мұнай. Жарайсыңдар балалар. Ендеше біз ең алдымен балалар, мына мұнайды суға тамызу арқылы екі зат араласпайтынын зерттейтін боламыз, иә? Ең алдымен су тамызғанда мұнайды алып, суға саламыз. Сонда біз мұнайдың суға араласпайтынын көрінісін көреміз. Қанекей балалар, енді өзіміз жасап көреміз. Ең бірінші қауіпсіздік ережелерін констатируйық. Бұл жерде балалар сұйықтықтарды иіскеуге, дәмін жалаң қолмен ұстауға болмайды. Сондықтан ұқыпты жұмыс жасаймыз. Тағы да аламыз. Апай, мұны суға араласпайды. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мұнайымыз суға араласпай қайда тұр екен? Бетінде. Бетінде тұр, жарайсыңдар. Балалар, келесі біз мұнайдың топыраққа әсерін бақылаймыз, иә? Ең бірінші суды алып, топыраққа тамызамыз. Көп көлемде тамызамыз. Одан кейін келесі мұнайды тамызамыз. Сонда бізде не болып жатыр, балалар? Топыраққа мұнай сіңбейді екен, иә? Ал су не істейді? Сіңеді. Су сіңеді. Қанекей өзіміз бақылап көрейік. Бірінші суды аламыз. Енді мұнайды аламыз. Апай, мұнай топыраққа сіңбей жатыр. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мұнай топыраққа сіңбей жатыр екен. Су не істеді мұны? Су топыраққа Сіңді. сіңіп кетті. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарайсыңдар, керемет. Балалар, мұнайдың суға қарағанда балалар тұтқырлығы жоғары екен. Сол себепті ол суға қарағанда көбірек әсер еткен балалар. Жарайсыңдар, қанекей орнымызға затты қоямыз. Осымен балалар, бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыз аяқталды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.